Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біліп жүремге жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз. Темірлан Мұқашев, Оралдың жігіті, неше түрлі елдерде қыдырады, өздеріңіз білесіздер. Соның ішінде мен білем, Үндістанда болғанын білем. Біліп жүремге жазыламыз. Видеоның астында подписаться деген бар, лайк деген бар. Өтініш, соны басып қойсаңыздар қатты қуанамын. Қатты таң қалдырады Темірлан Мұқашев. Мен үлкен алғысымды білдірем Темірланға. Неге десең, қазақтың контентін, қазақ тілін дамытып жатсың, бауырым. Аллах разы болсын. Менде де қатты саяхатқа қатты қызығам. Мен білем, сен қатты бай емессің. Японияға барып кел 300 мыңда жеткілікті негізінде, жалғыз адамға. Экономдап жүрсе көрдіңіздер ғой, міне ең хостел, экономичный жерден алып жүр. Қазір ең соңғысы қазір Японияда Осака, Нагасаки қаласында. Бауырым, кішкене әр қалаға бөлек видео түсірсең жақсы болушы еді. Мысалы Орел и Орешка, мысалы әртүрлі қаланы түсіреді, мысалы Орландо, Дубай, бөлек түсірсең жақсы болушы еді. Себебі сен Осакаға үлкен көп мән бердің де, ал ең қызығы Нагасакиге мән өте аз бердің. Нагасакиға тек қана бомба түскенін айттың, болды. Ал музей жерін айттың да, біз қалған жерін біле алмадым. Маған мысалы Осакадан гөрі Нагасаки қызық. Мен Осаканы білмеймін, мысалы картада қай жерде орналасқанын. Коба деген жерде, ладно, бірақ Нагасакиға сен өте аз мән бердің. Бұл енді сын деп қабылдарсың. Әр қалаға бөлек видео түсірсең жақсы болушы еді. Так, вообще қазақ тілін дамытып жатыр. Өте алғысымды білдірем, себебі білесіздер ғой, қазір біз қарайтынымыз не? Саяхат болса, қарайтынымыз Орел и Орешка, Антон Птушкин, Швецов деген сияқтыларды біз орыстардың ютуберлерін қараймыз. Содан кейін біздің тіл құлдырайды осының кесірінен. Қазақ тілін дамыту керек, қазақша қарау керек. Сегізді қазақ тілін дамыту үшін қазақша өлең тыңдаңдар, терме, осындай видео қосып қойыңдар. Жұмыста да келген орысша не дейді, өз тілімізді дамытайық. Жарайсың, Темірлан. Үлкен үлесін қосып жатыр қазақ тілін қосу үшін. Алғашқы саяхатшы десек болады негізінде. Мен Қазақстан бойынша саяхат жасап жүрдім, бірақ енді осындай әп-әдемі тревел-влог түсірген жоқ. Мен просто андай ерекшеліктерін түсірдім. Негізінде Қазақстан қалаларын түсірсе де негізінде әдемі болушы еді. Негізінде орыстар келіп түсіріп кетеді, бар біздің Қазақстан жерлерін. Біз өйтіп түсірмейміз ғой. Неге біз өзіміз дамып түсірмеске? Сіздерден пікір сұраймын. Темірлан Мұқашев туралы не білесіздер? Видеоларын қарайсыздар ма? Пікір жазып кетіңіздер. Жалғыз өзі Японияға барып, Индияға барып, машаллах. Бұйырса, бауырым, мен сағанда конкурент болатын болармын, иншаллах. Менде осылай түсіргім келеді, менде осылай неткім келеді. Бірақ ол планда бар демеймін, просто келеді, түсіргім келеді. Мен андай адамын да, өзімді айтсам тұрамын. Мен әлі пранк дұрыс түсіре алмай жатырмын. Жалғыз өзі, жарайсың, бауырым. Шетелге қыдырып, қазақстандықтарға қазақ тілін, әр елдің ерекшеліктерін жеткізу деген бұл ғанибет кәдімгідей. Қуанып, рахаттанып қарадым, жарайсың. Әр елді, сосын тамақтарын көрсең, әр елдің бір ерекше тамақтарын көрсетсең бізге. Сол тамақтарын көрсетсең жақсы болушы еді. Сосын техникаға бағаларын көрсетсең күшті болушы еді. Мысалы iPhone, Samsung деген сияқты, сосын Nissan дегендер сияқты
бағаларын көрсетсең, иә, сосын маршрутқа бағаларын көрсетсең, иә, деген сияқты. Әрине өзінің стилі сондай. Иә, мен просто бұл Нагасакиға бөлек түрсе жақсы болушы еді дегенім ғой. Иә, ерекше қала. Иә, басқа айтарым жоқ. Тәке, бауырым, жасай бер, жалғастыра бер. Қазақ тілін контент просмотрлар аз болса да реніш болмасын. Мен мысалы 10 жылда жұмыс жасап келе жатырмын. Менің көп видеолардың просмотрлары 100-ден аспайды. Ничего, работаю, хобби деген сияқты. Біліп жүрегімге жазыламыз. Ал Тәкеге жалғастыра берсін деймін. Иә. Тәкенің бөлек бір подкасттары бар, соны қарау керек еді маған да. Иә. Сосын маған ұнайтыны бұл қалай жету керек, қай жерден қанша кетеді, соның бәрін осы жер ұнайды. Иә, қай жерде деген сияқты. Сосын Тәке картадан көрсетіп жіберсең қай жерде, мысалы Осака қай жерде екенін мен білмеймін. Оңтүстік дедің, оңтүстік батыс па, оңтүстік шығыс па, сол жерінде білмеймін. Иә, сондықтан өзімше сын ретінде қабылдайсың ғой, енді сен қарап жүрген адам деген сияқты. Біліп жүремге жазыламыз. Иә, подписаться деген бар, лайк басамыз, өтініш. Мен қатты қуанамын. Қосатыным жоқ, риза болып қалдым.